Сәлем, құрметті оқушы! Бүгінгі біздің тақырып дөңгелек сандарды ауызша көбейту және бөлу деп аталады. Сабағымыздың мақсаты сен 1000 көлеміндегі сандарды ауызша көбейтуді және бөлуді үйренетін боласың. Бірінші тапсырма. Гүлбақ пен саябақтарды безендіру үшін өсімдіктерден жасалған қоршау жиі қолданылады. Суреттегі қоршаулардың периметрін тап. Ал ендеше периметр дегеніміз не? Соған тоқталайық. Периметр дегеніміз кез келген фигуралардың барлық қабырғаларының қосындысы. Яғни, бірінші гүлбаққа қараймыз. Ұзындығы да ені де 8 метр. Яғни, бұл шаршы тәріздес. Шаршы тәріздес фигураның периметрін табу үшін біз не істейміз? Бір қабырғасын 4-ке көбейте саламыз. Ал енді келесі екінші фигураға қараймыз. Ұзындығы 80 метр екен. Ал енді ені оның алдындағы фигураға не істесек болады? Қарап алсақ болады. Алдындағы фигурада 8 метр. Яғни оның периметрін табу үшін біз ұзындығы мен енін қосып оны 2-ге көбейтеміз. Тура солай, үшінші С гүлзарда да ол да тік төртбұрыш тәріздес екен. Яғни, осы екінші формуланы қолданамыз. Екінші тапсырма салыстыр. Ендеше ауызша көбейтіп бөлуді осы тапсырмада орындайтын боламыз. 200 көбейту 3. 2 жүздікті 3-ке көбейтсек 600-дік. Яғни ол 600 деген сан. 450-ге 50-ді қоссақ 500. 600 500-ден әрине артық. Келесі 670-ке 6-ны қоссақ 676. 2-ні 300-ге көбейтсек, яғни 2-ні 300-дікке көбейтсек 600-дік. Ол 600 деген сан. 676 600-ден артық. Міне, осылай ауызша есептеп, тиісті белгілерді қойып шық. Үшінші тапсырма есепте. Бізде көбейтіндінің мәні берілген. Ал ендеше 23-ті 10-ға көбейтсек, 23-ті 1-ге көбейтсек, 23 және де 10-ның 1 нөлін тіркей саламыз. Сонда 230. 10-ды 40-қа көбейтсек, 1-ді 4-ке көбейтеміз, 4, және де мына тұрған 2 нөлді қасына тіркей саламыз. Сонда мәні 400. Ал енді бізде екінші көбейткіш белгісіз болып тұр. Оны табу үшін не істеуші едік? Көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлеміз. 900-ді 9-ға бөлсек, не істейміз? 9-ды 9-ға бөлсек 1 және 2 нөлді тіркейміз. Яғни 100 болады. Осылай соңына дейін мәндерін тауып шық. Төртінші тапсырма әр бағандағы өрнектерді салыстыр. Бұл өрнектердің мәнін табу кезінде әрине ауызша орында. Содан кейін мәндерін салыстырасың. Артық, кем және тең деген белгілерді қойып шығу керек. Нөлмен аяқталған сандарды, яғни дөңгелек сандарды көбейту де, бөлу де өте оңай. Сен оның жолын білесің. Келесі 5-ші тапсырма салыстыр. Ендеше 7-ні 100-ге көбейтсек 700. 600-ге 90-ды қоссақ 690. 700 690-нан артық. Міне, салыстыру кезінде де ауызша орындап, бірден мәнін тауып, белгілі артық, кем және тең деген белгілерді қойып шық. 6-шы тапсырма есепті шығар. Қоршаудың ұзындығын тап. Қоршаудағы әр бөліктің ұзындығы бірдей, және олар суретте көрсетілген дейді. Ендеше мен бірінші суретке тоқталамын. 2 мына таяқшаның ортасы 2 метр екен. Енді осындай қанша бөлік екен, соны есептеп алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөлік екен. Сонда біз 2 метрді 7-ге көбейту арқылы оның
қанша метр екенін білетін боламыз. Яғни 14 метр. Тура осылай 3 метрден 4 метрден ара қашықтығы тұрған қоршауды барлық ұзындығын тап. Енді ән нұсқасы. Ауданы 32 сантиметр, қабырғалары 4 сантиметр болатын тік төрт бұрыштың периметрін тап. Не? Яғни бізде ауданы белгілі, бір қабырғасы белгілі, ал енді екінші қабырғасы белгісіз. Жалпы оның формуласы қалай болады? Енді бұны табу үшін біз жалпы S-ті аға бөлеміз. Мынаны В деп алайық, мынаны А деп алайық. Себебі біздің екінші шығатын мәніміз үлкен болады, яғни ол ұзындығы болады. Сондықтан біз А тең S бөлу В дейік. Ал кәнекей шығарамыз. S 32 сантиметр квадрат болу керек. Бөлеміз 4 сантиметр. Сонда А тең 8 сантиметр. Тік төрт бұрыштың ұзындығы 8 сантиметр. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.